Ғасырдағы татар империясына қатысты өте маңызды тарихи мәліметтердің бірін Рашид ад-Дин өзінің Жами ат-Тауарих деген кітабында атап өткен болатын. Бұл кітаптың түпнұсқасы парсы тілінде жазылды. Кеңес одағы 1936-1952 жылдары орыс тіліне аударып шыққан болатын. Еліміз тәуелсіздік алғаннан кейін бұл кітап қазақ ғалымдарының қызығушылығын тудырды. Солайша Жами ат-Тауарихтың парсы тіліндегі нұсқасы Ираннан алдырылып, Қазақстан аумағындағы халықаралық түркі академиясында 2016-2018 жылдар аралығында аударылып шықты. Бұл кітаптың аударылып шығуына көптеген адамдар атсалысты. Қазақ тіліне қатесіз аударылуы араб, парсы, шағатай тілдерін жоғары деңгейде меңгерген Зәрипбай Оразбай деген кісінің қадағалауында болды. Нәтижесінде кітап толықтай түпнұсқадағы мәтіннен аударылған кезде қазақ ғалымдарын қатты таңғалдырды. Себебі орыстар аударған нұсқа мен оригинал нұсқасы бір-біріне мүлдем ұйқаспайтын болып шықты. Қазақ тіліндегі нұсқасындағы келтірілген географиялық аумаққа назар салғанда, Шыңғысханның әулеті 7 ғасырдан бері қазіргі Шығыс Қазақстан облысында Қара Ертіс, Күршім мен Бұқтырмада мекен ететіні мәлім болды. Және сол маңда империяның астанасы Қарақорым болғандығы айтылған. Сондай-ақ олар Керей және Найман тайпасымен көрші болғандығы айтылды. Ал орыс тіліндегі нұсқада Қарақорым Монғолияда деп жазылған болатын. Сондай-ақ кітапта келтірілген моғол деген сөздің бәрін жаппай моңғол деп жазып бастапты. Одан бөлек Ресей империясы өз иелігіне қосқан бұл аумақтарды 19-20 ғасырларда өздерінің және әлемдік картаға тиісті өзгерістер енгізіп, Шыңғысханның ата-бабасы мекен еткен аумақтағы жер-су атауларына басқа атау бергені байқалды. Әсіресе орыстардың бұл тарихты жоюға қатысты әрекеті 1952 жылы Жами ат-Тауарих кітабы орыс тіліне толық аударыла салысымен дереу Бұқтырма су қоймасын соғуды бастап кетулері болды. Бұқтырма су қоймасы көлемі бойынша әлемдегі ең ірі 5 су қойманың бірі болып табылады. Оны соғуды 1960 жылы аяқтады. Яғни Қарақорымның орналасқан аумағы ешқашан табылмасын деп тұтастай суға батырылды. Шыңғысхан Бұқтырма жақта туылып, қазіргі Монғолия жақта өмір сүріп жатқан Жалайыр, Керей, Қоңырат наймандарға ықпалын жүргізген соң, оларды Дешті Қыпшаққа көшіріп алып кеткен болатын. Қазақ ғалымдары сондай-ақ Әмір Темірге қатысты жазылған Жеңіс кітабы, яғни Зафар Наме деген кітапты да аударып шықты. Авторы Шараф-ад-Дин Язди. Шараф-ад-Дин Язди Әмір Темір империясында сарай қызметкері болған. Сондықтан оның жазған кітабы Әмір Темір жайлы жазған ең сенімді ақпарат көздерінің бірі болып табылады. Бұл кітапты әлемде ешкім парсы тілінен өз тіліне аудармаған болатын. Ең алғаш болып қазақтар 2019 жылы аударды. Мәтінін оқығанда өте үлкен жаңалықтар ашылды. Әсіресе Әмір Темір мен Шыңғыс ханның ата-бабалары жақын туыс, барлығы Түмен ханнан тараған деп жазылған. Сондай-ақ бізге келген мәліметтер бойынша Әмір Темірдің атасы Шыңғыс хан Хорезмге басып кіргенде еріп келген адамдардың қатарынан болып, кейін сол аумақта басқыншылармен бірге қалып кетті. Әмір Темір керісінше көшпенділерден әскер жасақтап, жергілікті отырықшы халық хорезмдіктермен соғысып, олардың басшысы Хусейн Чуфиді өлтіріп, Үргеніш қаласын қиратып, халқын мәжбүрлі түрде көшіріп алып кеткен. Сондай-ақ Шыңғыс хан Самарқан қаласын қиратқан соң, Әмір Темір көптеген адамдарды жұмысқа тартып, жаңадан Самарқан қаласын соқтырды. Ресей империясының тұсында Екатерина II қазақтар өздерінің кім екенін білсе, әлемді жаулап алады деп оларға нақты өсиетін айтты. Сол бойынша орыстар жауланған түркілердің ұлттық сана сезімі мен тарихын ұмыттыру үшін Ресей жазбаларына қазақтар жайлы айтылар болса, Киргиз Кайсаки деп ауыстырылды. Дегенмен оның алдында 16 ғасырдағы Тәуекел хан мен Мәскеу патшасы Федор I-ның арасындағы дипломатикалық қатынастар жасағанда, орыс жазбаларында қазақ хандығын Казачий Орда деп көрсетілген болатын. Сонда 18-19 ғасырларда орыстардың қазақ хандығын Казачий Орда деп айтуларына тілдері келмей қалды ма? Әлбетте олар қасақана тарихты бұзу үшін Киргиз Кайсаки деп өзгертті. Қазақтар ешқашан өздерін қырғыз деп атамаған. Ал Кеңес одағының заманында 1944 жылдың 9 тамызында Кеңес одағының коммунистік партиясының орталық комитетінің бұйрығы бойынша түркі халықтарының ұлттық рухы оянбауы үшін түркі тарихы жайлы мүмкін болса сөз қозғалмасын, егер мүмкін болмаса барынша өзгертілсін деген арнайы жарлық шығарды.